Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және бәріне қызық арнасы. Өмірде ыңғайсыз және күлкілі жағдайда бәріміз тап болған шығармыз. Бүгінгі видеомызда мен осындай сәттерді дайындап қойдым. Видео бастамай тұрып лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ешқашан ойынға бола ашуланбауға кеңес береміз. Ойын үшін айғайлап кететін достарыңыз болса, лайк басып кетіңіздер. Біреуге орғазба, өзің түсесің. Біреуге соқтығысып, өзінің көлігін бір дөңгелексіз қалдырды. Бұл адам күшінің мықтылығын бұлай дәлелдеді. Баскетбол добының лақтырып жару оңай нәрсе емес. Ашуланып тұрған бапкерді бұлай ашуландырудың қажеті жоқ еді. Негізі әдейі жасаған жоқ, керісінше бапкердің өзі кінәлі. Қайда отырып бара жатқанын қарау керек еді. Бұл жүргізуші көліктің алдыңғы жапқышын жабуды ұмытты ма екен, немесе көліктің жүргізушісі алдында не тұрғанын сезеді ме? Болмаса тежегішті басып көліктің алдыңғы жапқышын түсіруге болады ғой. Төбелес алдындағы пресс-конференцияда қара нәсілді адамның ашуын одан сайын келтірді. Абырой барда қасында адамдар бар. Әйтпесе не болатынын бәріміз білеміз. Қазіргі кезде осылай көп адамдар тізерлеп үйленуге ұсыныс жасайды. Бірақ ер адамның бұлай елдің алдында көңілін қалдырған дұрыс па? Сізше қалай? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Кішкентай балалардың қызығы бәрінен қызық, бірақ бұл жерде балаға обал болды. Барлық балалар осындай жағдайда болған шығар. Әдемі келе жатқан сұхбатта бұлай бұзған адамға не дейміз? Фотоға түсіп тұрғанда фонды бұзып қалатын адамдар секілді. Хоккейдің қызып бара жатқан кезі, бірақ доп қақпаның орнына біреудің көзіне кіріп кете жаздады.
Мотоциклді түсіп айдайтын адам. Бұл адамның тізесінен тізе қалған жоқ шығар. Ең бастысы алда келеді. Соған қарағанда киімін сырғанайтындай етіп тіктіргізген ау. Жеңдік деп қуанғанда жүлделерін алып басқа адамға берер де, ол тайғанап сынып кетсе, қандай сезімде боласыз? Бүгінге осы достар. Видеоны аса міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және өміріңіздегі ыңғайсыз сәткен қалған кезіңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Ал ендеше келесі кездескенше қош сау болыңыздар.